Құрметті бауырлар, бақытты өмірдің философиясы өте кең. Бірақ сол нүктенің біреуі имандылық пен жақсы амал. Әлбетте бұл екеуін ашып айтып, оның өмірдегі рөлін, оның сізге берері, жұртқа берері, бұның бәрі үлкен дүние еді. Дегенмен мен өте қысқа осы бір аятты қорытып кеткім келеді. Жақсылықты жасау, өзге адамға пайдалы болу, адамға серотонин деген сияқты гормон сыйлайды. Мен адамға керек екенмін ғой деген гормон сыйлайды. Ол бақытты гормондардың бірі. Имандылық, яғни Құдайға сену, мен заманауи тілде ғылыми айтып жатырмын әдейі. Ал иманды болу адамға дофамин гормонын сыйлайды. Ол да 4 бақыт гормонының біреуі, және ең үлкендері. Және де ол да тура дәл сол серотонин гормонын сыйлайды. Себебі сіз Аллаға керексіз ғой дегенді біледі. Яғни сен бір жақсылық жасасаң, Алла сені мақтайды. Алла сені жақсы көрді. Сен иманға келген сайын Алла тағала саған ғана жүгіреді деген сөз бар, е? Пайғамбарымыздан келген хадис бар ғой, сен Аллаға жүрсең, Алла саған жүгіреді дейді. Бұның барлығы, егер дұрыс сезіне алған адам, бүкіл 4 үлкен бақыт гормонының бәрін осы 2 амалмен сезуге болады. Яғни бақытты өмірдің дәмін сезем десеңіз, осы 2 амал сізге бақыт сездіреді. Жақсылық жасау, иманды болу. Болды.